Hello, my friends. Our lesson today have has. Сәлем мен достарым, біздің бүгінгі тақырып have has. Have қай уақытта қолданады? I have, we have, they have, you have. Has, she has, he has, it has. Have has жалпы қазақша баламасы бар деген мағынада. Мысалға, I have a book. Менде кітап бар. You have a book. Сенде кітап бар. Немесе сізде кітап бар. He has a book. Онда кітап бар. She has a book. Онда кітап бар. We have a book. Бізде кітап бар. They have a book. Оларда кітап бар. We, they деген бұл көпше түрде, балалар көріп тұрсыздар өздеріңіз. Енді менде кітап жоқ, онда кітап жоқ деп айту үшін біз have has'дан кейін нотты қоямыз. Достар, кітаптың орнына өздеріңіз басқа заттарды, зат есімдерді қойып көрсеңіздер болады. Мысалға, сумка, қалам, қайшы деген сияқты. Енді менде жоқ деп айтуға біз мысал келтірейік. I have not a book. Менде кітап жоқ. Немесе қысқартып айтуға болады. I haven't a book. Менде кітап жоқ. Екеуі бір сөз. Біріншісі сөздер толық жазылған, екіншісінде қысқартылып айтылған. Екеуінде қолдана берсеңіздер болады. He has not a book. Онда кітап жоқ. Немесе қысқартылып айтылуы. He hasn't a book. Онда кітап жоқ. Қысқартуды тағы бір көріп алыңыздар. Қалай қысқартылады? Have not, haven't. Haven't. Has not, hasn't. Has not, hasn't. Достар, сіздерге have has түсінікті болса, комментарийге түсіндік деген сияқты өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Нені түсінбедіңіздер, оны да сұрақ кетіп қояңыздар. Мен сіздердің барлық сұрақтарыңызға жауап беремін. Сау болыңыздар, достар. Goodbye, my friend. Bye-bye. See you, friend.